Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нүктелі қағаздағы фигуралар моделі. Бүгін сен нүктелі қағазға жазық фигура моделін салуды үйренесің. Ал бүгінгі сабағымыздың тірек сөзі фигура моделі. Балалар, естеріңде болса, біз өткен сабақта нүктелі қағазға фигураларды сызып үйренген едік. Яғни нүктелі қағазға тік төртбұрыш, шаршы, үшбұрыш салуды үйрендік. Ал бүгін біз нүктелі қағаздың көмегімен жазық фигураның моделін жасай алатын боламыз және олардан композиция құрастыруды үйренеміз, балалар. Балалар, қазір үй деген тапсырманы орындап көрейік. Үй қандай геометриялық фигуралардан құрастырылған? Қарайықшы, міне, атап көр дейді. Орындап көрейікші. Жақсы, балалар. Мына жерде үй қандай геометриялық фигуралардан құрастырылған екен? Яғни біз кеше тік төртбұрыш деген фигураларды өткен едік. Демек, бұл жерде міне осындай фигуралардың біріктіріп композициясы құрастырылған екен. Яғни біз бұл жерде қандай композицияны, қандай бұрыштарды қолданған екен фигураларды? Тік төртбұрышты, міне мұржасына, шатырына төртбұрышты, және қабырғаларына да төртбұрышты, және терезесіне тік төртбұрышты пайдаланып, яғни ол үй салған екен, балалар. Егер де дәл сендер солай тапқан болсаңдар, сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі суреттерді жинақта тапсырмасына назар аударайық. Балалар, төмендегі фигуралардан қандай суреттер құрастыруға болады? Қанекей ойланып көрейікші. Балалар, сендерде қанша фигура шықты? Төмендегі фигуралардан құрастыра алдыңдар ма? Жақсы, тексеріп көрейік. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6 фигура шыққан екен менде. Осы төмендегі фигуралардан мен 6 фигура құрастырдым. Балалар, сендерде қанша фигура құрастырып үлгердіңдер? Егер сендер 6 фигура, 5 фигура құрастырған болсаңдар, сендерге осы суреттерді жинақта тапсырмасы түсінікті болды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Келесі шығарып көр. Тапсырмасына назар аударайық. Балалар, нүктелі қағазға қолтырауынның мынадай суретін сал дейді. Балалар, міне мына қолтырауынды көріп тұрсыңдар ма? Міне, біз осылай қосымша дәптерімізге дәл осылай қолтырауынның суретін салуымыз қажет, балалар. Ал қанекей, мен сендерге уақыт берейін. Балалар, нүктелі қағазға дәл осылай қолтырауынның суретін сала алдыңдар ма? Сендерге қанша нүкте қажет болды? Міне, мен салғанда маған 20 нүкте қажет болды. Мен 20 нүктені пайдалана отырып, дәл осылай қолтырауынның суретін салдым. Ал егер сендерде дәл осылай қолтырауынның суретін салған болсаңдар, сендер осы тапсырманы жақсы орындады деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Орындап көр тапсырмасы. Нүктелі қағазға осындай өрнек сал. Ал қанекей, ойланып көрейік, салып көрейік қанекей.
Балалар, нүктелі қағазға дәл осындай фигура салдыңдар ма? Дәл осылай салған болсаңдар, сендер сабақты меңгеріп қалдыңдар деген сөз. Жарайсыңдар. Енді келесі ойлан тапсырмасын орындап көрейік. Балалар, төмендегі шыршаны салу үшін қанша нүктені пайдалану керек дейді. Балалар, кәнеки, мына шыршаны салу үшін қанша нүкте қажет екенін ойланып көрейік, кәнеки. Мен сендерге уақыт берейін. Балалар, кәнеки, санап көрдіңдер ма? Осы шыршаны салу үшін 12 нүкте пайдалану керек екен, балалар. Сендерде де дәл солай шықты ма? Дәл солай шыққан болса, жарайсыңдар. Өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, егер сендерге осы сабақ түсінікті болса, жұмыс дәптерімізді ашамыз. Жұмыс дәптеріміздің 129 бетін ашыңдар. 127 жұмыс парағы. Балалар, мына төменде сурет тапсырмасына назар аударайық. Мына жерде бізде үй берілген, ағаш және қоршау берілген екен. Енді біз келесі нүктелі қағазға үйді үлкен, ағашты аласа, ал қоршауды ұзын болатындай етіп суретін салуымыз қажет екен. Келесі қайық. Балалар, мына қайықты, берілген қайықты келесі нүктелі қағазға дәл осылай қайықтың суретін салуымыз қажет екен. Ал үшінші тапсырмада суреттерді аяқтап салу қажет, және шыққан суреттерді бояу қажет екен. Ал қанеки, мен сендерге орындауға уақыт беремін. Бастадық. Балалар, бірінші тапсырманы, яғни сендер мына жерге үйді үлкен, ағашты аласа, ал қоршауды ұзын етіп суретін салған болсаңдар, сендер тапсырманы дұрыс орындадыңдар, жарайсыңдар. Ал келесі суреттегі қайықты дәл осылай келесі нүктелі қағазға салған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар, балалар, жарайсыңдар, бәрекелде. Ал үшінші тапсырманы суреттерді аяқтағанда сендерде мына жерде үйшік және шырша, ұшақтың суреті шыққан болса, және оларды суреттерді бояған болсаңдар, онда сендер тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар, жарайсыңдар, балалар. Балалар, егер сендер бұл тапсырмалардың ешқайсысын орындай алмаған болсаңдар, бірінші баспалтақта тұрсыңдар. Ал егер жартылай орындаған болсаңдар, екінші баспалтақта тұрсыңдар. Ал егер мен айтқандай барлығын тапсырмада берілгендей дәл орындаған болсаңдар, сендер үшінші баспалтақта тұрған екенсіңдер. Демек, егер сендер сала алмаған болсаңдар, бірінші баспалтақты белгілейміз. Жартылай орындап үлгерген болсаңдар, екінші баспалтақты, ал барлығын орындап болған болсаңдар, үшінші сатыны белгілейсіңдер. Балалар, өте тамаша, мен сендерді барлық бұл тапсырмаларды орындап, үшінші сатыда тұр деп ойлаймын. Ал енді келесі 130 беттегі 128 жұмыс парағына назар аударамыз. Балалар, бізде баланың саяхаты деген тапсырма берілген екен. Өте оңай, және бізде төменде олардың суреттері берілген. Яғни, бізде гүл, тышқан, көбелек, бақаның суреттері берілген. Ал енді біз мына нүктелі қағазға бірінші бақаны кездестірген,
одан кейін гүлді, одан кейін көбелекті, ең соңында тышқанды кездестірген. Осы кейіпкерлердің суретін салып, кездесу ретін сақтап, сызықтармен біріктір дейді. Ал қанекей балалар, мен сендерге орындауға уақыт беремін. Сәттілік. Жақсы балалар, салып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Бірінші сендер мына жерге бақаның суретін, яғни фигурасын, міне төменде берілген міне бақаның фигурасын, одан кейін гүлді, одан кейін көбелекті, ең соңында тышқанды кездестірген, міне тап осылай ретімен салып, олардың кездесу ретін сызықтармен біріктіріп берген болсаңдар, сендер сабақты дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Балалар, дәл осылай тапсырмада берілгенде етіп орындаған болсаңдар, онда сендер үшінші сатыда тұрсыңдар. Ал егер жартылай орындаған болсаңдар, екінші сатыда. Ал ешқандай орындамаған болсаңдар, бірінші сатыда тұрсыңдар деп ойлаймын. Балалар, мен әрине сендерді міне үшінші сатыда тұр деп ойлаймын. Себебі сендер бұл тапсырманың барлығын орындадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осымен бүгінгі математика сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.